Қазіргі уақытта Конституция жобасы қоғамда кеңінен талқыланып жатыр. Бүгін біздің осы жерде отырып, осы мәселелерді талқылап жатқанымызда соның бір көрінісі. Азаматтар әр жақтан өзінің пікірлерін білдіріп жатыр. Сарапшылар мазмұнды талдауларын жасап түсініктеме беруде халыққа әр тарапта. Бұл өзін құқықтық мемлекет деп сипаттаған біздің еліміз үшін табиғи және маңызды үдеріс деп ойлаймын. Жаңа Конституцияның жобасына мазмұнына назар аударсақ, жаңа Асқар Қанатұлы да айтып кетті, адамның қоғам мен мемлекет дамуындағы орны айқын көрсетілген. Бұны біз преамбуласынан бастап бүкіл Конституцияның архитектурасында көруге болады. Ең баста адам тұр, азамат тұр. Преамбуласында адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтары мүлтіксіз сақтанатыны мәлімденген. Сонымен қатар мәдениет пен білім, ғылым және инновацияны дамытуда қоғам дамуының негізгі құндылығы ретінде белгіленген. Бұл Конституцияның тек қана құқықтық құжат емес, сонымен бірге елдің ұзақ мерзімді даму бағдарын айқындаған стратегиялық құндылықтардың жүйесі екенін айқын көрсетіп тұр.